Барлықтарыңа сәлем достар, менің есімім Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі тақырыбымыз ол ішкі ұйқы артериясы, артерия каротис интерна. Бүгінгі тақырыпта ішкі ұйқы артериясын толығымен және ең оңай тілде түсіндіріп беретін боламын. Мына суретте бізде көріп тұрғанымыздай ішкі ұйқы артериясының алдыңғы көрінісі, яғни оң жақ ішкі ұйқы артериясы, мына жақтан да сол жақ ішкі ұйқы артериясы кетеді. Алдыңғы көрінісі болып табылады. Мына жерде самай сүйегі. Ішкі ұйқы артериясының 4 бөлігі бар. Ол бізде мойын бөлігі парс cervicalis артерия каротика интерна. Мойын бөлігі бізде ешқандай да тармақ бермейді. Келесі бөлігі тастық бөлік. Шамамен 10-15 мм болады ұзындығы. Тастық бөлік бізде сыртқы, мына ақпен көрсетілген сыртқы ұйқы тесігі форамен каротикум экстернум болатын болса, мынау ішкі ұйқы тесігі форамен каротикум интернум. Осы екеуінің арасы 10-15 мм құрайды. Және тесіктен кірген кезде каналис каротикусқа кіріп, каналис каротикустың ішінде орналасады, яғни самай сүйегінде орналасқан ғой каналис каротикус, негізгі осы ұйқы артериясының, ішкі ұйқы артериясының диаметрі бізде 8-10 мм ғана болады. Келесі бөлігі үңгірлі бөлік. Үңгірлі бөлік ішкі ұйқы тесігінен басталып, яғни парс каверноза артерия каротика интерна, бізде осы жерде синус кавернозус орналасады. Яғни үңгірлі қойнау. Үңгірлі қойнау, мына сына тәрізді сүйек бар ғой. Сына тәрізді сүйектің екі бүйір жағында орналасады. Яғни бұл үңгірлі бөлігі ішкі ұйқы артериясының үңгірлі жүлгеде орналасады. Сулкус каротикуста. Сына тәрізді сүйекте сулкус каротикус бар. Және де жаңа айтып кеткен синус кавернозус бізде веналық өрімдерден тұрады. Яғни осы үңгірлі бөлікте ішкі ұйқы артериясының веналық өрімдер қоршап жатады. Келесі бізде мийлық бөлікке қарай өтеді. Алға және жоғары қарай бағытталады да мийлық бөлікке қарай өтеді. Қарап отырсақ, мийлық бөлігі парс церебралис артерия каротика интерна. Мийлық бөлігі бірінші кезекте алдыға қарай артерия офтальмика көріп тұрғанымыздай. Енді кесіп алып тастаған мына суретте алдыңғы жағынан артерия офтальмиканы береді. Енді осының әрқайсысының құрылысын жеке талдап өтетін боламыз қазір. Мына жерден ішкі ұйқы артериясын, артерия каротис коммунис жалпы ұйқы артериясынан ішкі ұйқы артериясы бөлінеді, және сыртқы ұйқы артериясы. Бастапқы кезде ол латеральды орналасатын болса, ішкі ұйқы артериясы кейіннен медиалды, яғни ішке қарай кіреді. Басында сыртқа қарап, сыртқы ұйқы артериясына қарағанда латеральды, кейін медиалды ішке қарай кіріп орналасып, кейіннен ұйқы тесігі арқылы ұйқы каналына жалғасады. Ұйқы канал арқылы мына жаңа айтқан веналық өрімдер, яғни синус кавернозуста орналасқан веналық өрімдер арқылы қоршалып жатады да, жаңағы ұйқы жүлгесі арқылы сына тәрізді сүйектегі мийлық бөлікке қарай өтеді. Жоғары және алға бағытталып, мийлық бөлікке өткен кезде артерия офтальмиканы беріп кетті алға қарай. Келесі артерия, мынау бұған асты артерия болса, бұған асты артериясының артерия вертебралис, екі артерия вертебралис екі жақтан келеді да артерия базиляристі түзеді. Міне, артерия вертебралис, артерия базиляристі түзді екеуі, екі жақтан келіп. Яғни мойын омыртқаларының көлденең өсіндісінде бізде тесік болады, сол тесіктер арқылы көтеріледі да, үлкен форамен магнум арқылы кіреді. Форамен магнум бәріміз білеміз, форамен магнум арқылы кіріп, артерия базилярис осылайша ішкі ұйқы артериясымен байланысады. Бұл жерде бізде Велизев шеңберін түзеді. Оның қазір құрылысын келесі слайдтан көреміз. Мысалы, ішкі ұйқы артериясының бөліктері мен тармақтары. Бірінші ол артерия каротис интерна парс cervicalis. Мойындық бөлігінде ешқандай тармақ бермейді. Келесі тастық бөлігі артерия каротис интернаның парс петроза. Парс петрозада артерия каналис птеригоидусты береді, және артерия каротика тимпаника. Яғни ұйқы дабыл артериясы. Ұйқы дабыл артериясы мына ортаңғы құлақта орналасқан бізде дабыл қуысы бар ғой. Яғни сол дабыл қуысының шырышты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Келесі бөлік ол парс каверноза, яғни үңгірлі бөлік. Үңгірлі бөлікте
рамус менингиусты береді, мидың қатты қабығын қанмен қамтамасыз ететін. рамус синус кавернозусты береді. рамус нерворум жүйкелік өрімдерді береді. Жүйкелік тармақтарды деген қысқаша айтқанда. Рами нерворум. Рами ганглионарис тригеминалис, яғни үшкіл жүйкенің түйіні бар ғой, үшкіл жүйкенің түйініне тармақтарын береді. Келесі артерия гипофизиалис инфериор, гипофизді қанмен қамтамасыз ететін. Рами маргиналис тенторийді береді. Және парс церебралисте, милық бөлікте бізде жаңағы негізі парс кавернозаның бөлігі болып келеді, мынау рамус базалис тенторий. Келесі парс церебралистің енді артерия офтальмика береді. Бірінші кезекте алдыға қарай, көз ұясына қарай. Нервус оптикустың астынан өтеді да басында. Нервус оптикустың астынан өтіп, кейіннен үстіне және медиалда бағытталып, бірнеше өзінің тармақтарын береді. Артерия офтальмика, көз артериясы. Келесі артерия гипофизиалис супериор, милық бөліктен тармақталады. Жоғарғы гипофизиалды артерия, ал төменгі гипофизиалды артерия үңгірлі бөліктен тармақталады. Келесі артерия коммуниканс постериор, артқы дәнекер артериясы. Артерия хороидия антериор, алдыңғы бүрлі артерия. Осы алдыңғы бүрлі артерия артқы бүрлі артериямен байланысып, жаңағы артерия вертебралис бізде артқы бүрлі артерияны берсе, бұл ішкі ұйқы артериясы артерия, яғни алдыңғы бүрлі артерияны береді. Сол арқылы бізде тамырлы өрімдер түзеді. Тамырлы өрім бізде бүйір қарыншада орналасып, ликвор сұйықтығын бөлуді іске асырады. Келесі артерия церебри антериор, алдыңғы милық артерия, және бұдан басқа артерия церебри медиа бар негізі. Бұлай кететін ортаңғы милық артерия бар. Негізгі осы парс церебралис бізге маңызды болып келеді қазір талдайтын кезде. Яғни милық бөлігі ірі 5 тармақ береді. Ол артерия офтальмика, артерия коммуниканс постериор, артерия хороидия антериор, артерия церебри антериор және артерия церебри медиа. Ал ең кіші бір тармағы ол артерия гипофизиалис супериор болып келеді. Үңгірлі қойнау, жаңа айтып өткен синус кавернозус. Синус кавернозус мынау көкпен берілген бұл венозды өрім. Мына жерде түрік ершігі орналасады. Түрік ершігінде бізде гипофиз орналасады. Көру қиылысы, яғни хиазма оптикум. Мына бізде артерия каротис интерна үңгірлі қойнау арқылы кіреді да, жоғары қарай бағытталып, милық бөлікке қарай жалғасатын жерін көреміз. Артерия коммуниканс постериорды береді. Және алдыға қарай артерия офтальмиканы береді. Мынау синус сфеноидалис және парс назалис фарингис, жұтқыншақтың мұрындық бөліктері. Келесі көз артериясы, артерия офтальмика. Артерия офтальмиканың артерия каротис интернадан артерия офтальмика кетеді алдыға қарай. Ол басында нервус оптикустың астында жатып, кейіннен солға және медиалды бағытталады. Кейіннен артерия централис ретина береді. Артерия централис ретина бізде нервус оптикустың ішіне кіріп, яғни бұл бізде көздің көз алмасының қысқаша айтқанда торлы қабығына қанмен қамтамасыз етеді. Келесі артерия лакрималис. Артерия лакрималис алдыға қарай және латеральды жүріп, гландула лакрималис көз жасы безінің қанмен қамтамасыз етуін жүзеге асырады. Келесі рамус мускулярис. Келесі артерия цилиарис постериорис, артқы кірпіктік артерия. Артқы кірпіктік артерия бізде, яғни тамырлы бөлігін, көз алмасындағы тамырлы бөлікті қанмен қамтамасыз етеді. Рами зигоматики. Қазір сыртқы рами зигоматики бізде бет сүйегін қанмен қамтамасыз етеді. Сонымен қоса бетке беретін бірнеше тармақтары бар. Оны қазір келесі слайдтан көретін боламыз. Келесі артерия пальпебралис латералис супериор. Бізде артерия пальпебралис латералис медиалис супериор бар. Және артерия пальпебралис медиалис эт латералис инфериор бар. Бұлар
бізде қабақтық артериялар негізінен мына көздің бұрыштарын қанмен қамтамасыз етеді және негізгі доғалар түзеді. Артерия офтальмика кетті, солға бағытталды және медиалды бағытталғаннан кейін рамин мускулярис, міне мускулус облигиус супериор, мускулус облигиусқа беріп жатыр, мускулус ректусқа беріп жатыр. Негізгі рамус мускуляристер көздің қимылдатқыш бұлшықеттеріне, қосалқы ағзаларына негізі қанмен қамтамасыз етеді. Келесі артерия суpraорбиталис көз алмасының үстіңгі бөлігіне өтеді. Өзіне сәйкес форамен суpraорбиталис арқылы, яғни бет аймағына шығады. Келесі артерия этмоидалис постериор, бізде мына жердегі ламина криброза көріп тұрмыз ғой, осыны тесіп өтеді де, тесіктелген табақша торлы сүйекті қанмен қамтамасыз етеді. Артерия этмоидалис постериор және торлы сүйекпен қоса мидың қатты қабығында қанмен қамтамасыз етеді. Мына жерде артерия этмоидалис антериор және артерия менингия медиа береді осы. Артерия менингия медиа. Тағы бір нәрсе айтып кету керек бізде негізі. Мына жерде артерия лакрималис тұр ғой. Бұл бізде мына жақтан артерия менингия медиа бар. Бізде сыртқы ұйқы артериясынан артерия менингия медиа форамен ротундум арқылы шығады да, форамен ротундум арқылы рамус анастоматикум түзеді. Яғни бұл жүйе аралық анастомоз болып табылады. Келесі артерия дорзалис нази, мұрынның дорзальды артериясы. Бұл да бет аймағына шығады. Артерия супратрохлеарис, шығыршық үсті артериясы. Бұл да бет аймағына шығады. Артерия пальпебралис медиалис супериор, медиалды жоғарғы қабақтық артериялар. Келесі көз артериясының бет аймағында қалай анастомоз құрайтынын, яғни жүйе аралық жүйешілік анастомоздарды қалай құрайтынын көретін боламыз. Басында артерия пальпебралис латералис супериор, жоғарғы латеральды қабақтық артерия, төменгі латеральды қабақтық артериялар және жоғарғы медиалды қабақтық артерия мен төменгі медиалды қабақтық артериялар бізде өзара аркус пальпебралис инфериор және аркус пальпебралис супериор түзеді. Жүйе ішілік анастомоз. Артерия дорзалис нази бізде артерия фациалис бет артерия сыртқы ұйқы артериясының алдыңғы тармақтарында бізде артерия фациалис шыққан болатын алдыңғы видеода. Егер де түсінбей жатсаңыздар, алдыңғы видеоны көріп, яғни описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Артерия фациалис, артерия дорзалис нази мен артерия ангулярис арқылы, бұрыштық артерия арқылы жалғасады өзара. Келесі артерия супратрохлеарис, шығыршық үсті артериясымен де өзара анастомоз құрайды. Артерия дорзалис нази, артерия супратрохлеарис, шығыршық үсті артериясы артерия супраорбиталиспен анастомоз құрайды және артерия супраорбиталис көзия үсті артериясы жүйе аралық анастомозды мынау сыртқы ұйқы артериясының соңғы тармағы артерия темпоралис суперфициалис бар ғой, соның рамус фронталис маңдайлық тармағымен өзара анастомоз құрайды екен. Маңдай бөлігін қанмен қамтамасыз етеді. Және келесі артерия инфраорбиталис көзия үсті артериясы форамен инфраорбиталис арқылы шығады бұлда. Артерия инфраорбиталиста артерия фациалиспен анастомоз құрайды және артерия трансверса фасция. Бұл артерия трансверса беттің көлденең артериясы, яғни беткей самай артериясы, негізгі артерия фациалис, осы үшеуі сыртқы ұйқы артериясы тармағы болып келеді да. Артерия зигоматика фациалис. Келесі Виллизев шеңбері циркулюс артериозус церебри. Виллизев шеңбері бізде мына көріп тұрғанымыздай дөңгелек шеңбер. Оны қандай артериялар құрайды? Виллизев шеңберін екі түрлі артерия құрайды негізінен. Ішкі ұйқы артериясы мен бұғана асты артериясынан тармақталатын артерия вертебралистен, мына екі артерия базиляристің тармақтары арқылы. Артерия каротис интерна ішкі ұйқы артериясы артерия офтальмиканы береді бірінші кезекте. Артерия церебри медиа алдыға қарай бағытталған. Екі артерия церебри антериор алдыңғы милық артериялар өзара бізде артерия коммуниканс антериор арқылы алдыңғы дәнекер артерия арқылы жалғасады.
алдыңғы дәнек артериясы арқылы жалғасады. Кейіннен артерия церебри медиан береді, ішкі ұйқы артериясы. Бұл ең соңғы тармағы болып келеді ішкі ұйқы артериясының. Келесі артерия караидия антериор, алдыңғы бүрлі артерия. Енді артерия церебри антериордың тармақтарына келетін болсақ, артерия централис антеромедиалисті береді, артерия централис лонганы береді, және артерия церебри медиа, артерия централис антеролатералисті береді өзара. Артерия гипоталамиканы береді, ішкі ұйқы артериясы, және артерия гипофизиалис супериор. Жаңа айтып кеттік, мийлық бөліктен артерия гипофизиалис супериор шықса, артерия гипофизиалис инфериор үңгірлі бөліктен шығады. Келесі артерия вертебралис. Екі артерия вертебралистің қосылуы арқылы омыртқалық артериялардан артерия базилярис, базилярлы артерия түзіліп, базилярлы артерия, артерия церебри постериор, артқы мийлық артерияны түседі. Артқы мийлық артерия, артерия коммуниканс постериор арқылы ішкі ұйқы артериясымен анастомоз түседі. Яғни артерия церебри антериор, артерия церебри постериор мен артерия коммуниканс постериор арқылы жүйе аралық анастомоз. Және осы жердегі айтып өткен артерия церебри антериор, артерия коммуниканс антериор, артерия коммуниканс постериор, артерия церебри постериор бізде Вилизев шеңберін түзеді. Және артерия вертебралистің бірнеше тармағы бар. Оны келесі сабақта толығымен талдайтын боламыз. Қазір енді қысқаша анықтама айтып кететін болсам, артерия инфериор антериор церебелли, миышықты қанмен қамтамасыз ететін, артерия лабиринтиді береді, артерия понтисті береді көпірге қарай. Сонымен қоса артерия супериор церебеллиді береді миышыққа, артерия централис постеромедиалисті береді, және артерия талами перфорансты береді таламусқа, артерия централис постеролатералисті береді, және артерия талама тубералисті береді. Мынаны скриншоттап алсаңыздар болады, түсінікті болу үшін. Келесі Вилизев шеңберін толық көретін болсақ, мына жерден артерия церебри антериор, екі оң және сол жақтағы артерия коммуниканс антериор арқылы байланысты тұр. Және артерия церебри постериор, артерия коммуниканс постериор арқылы жалғасып тұр. Мынау церебри постериор болса, мынау коммуниканс постериор. Осы Вилизев шеңбері циркулюс артериозус церебри. Және мына жерден біз артерия церебри постериордың артқа қарай қалай бағытталып жатқанын көре аламыз. Келесі слайдтан артерия церебри медианы толық көрсек болады, және артерия караидия антериордың қалай тамырлық өрімді түзуін қарай аламыз. Алдыңғы бүрлі артерия және артқы бүрлі артерия. Артқы бүрлі артерияны көріп тұрғанымыздай артерия церебри постериордан тармақталып тұр. Осы екеуі бірігіп тамырлы өрімді құрайды. Бұл тамырлы плексус караидиус бүйір қарыншада және төртінші қарыншаларда орналасады негізінен. Негізі бірінші қарыншада орналасып, ликвор сұйықтығының бөлінуін қамтамасыз етеді. Келесі жаңағы артерия церебри антериордың алдыңғы мийлық артериясының алдыға қарай бағытталатын жолын көре аламыз. Яғни фиссура лонгитудиналис қой, мынау саңылау бізде. Екі төбе үлесінің арасында фиссура лонгитудиналис орналасады. Бұл мынау сүйелді дене. Яғни сүйелді дененің үстінен жүріп өтеді фиссура лонгитудиналис арқылы. Артерия церебри антериорис бізде артерия перикаллоза сүйелді дене маңы артериясын береді. Және артерия церебри медиа бізде артерия централис антеролатералис қалай беретінін көре аламыз. Енді қайсысын қанмен қамтамасыз ететінін айтып кетсем, артқы бүрлі артерия негізінен бізде артқы бүрлі артерия гирус парагиппокампиалис пен жаңағы трактус оптикус бар ғой, мына трактус оптикус гирус парагиппокампиалис арқылы жүріп отырады арасымен.
және бұл көру жолын, ішкі капсуланы, сонымен қоса жасымық тәрізді ядроны, гипоталамусты, таламусты, орталық миды қанмен қамтамасыз етеді. Алдыңғы бүрлі артерия, артқы байланыстырушы артерия, артерия коммуниканс постериор көріп тұрмыз. Бұл бізде мидың аяқшаларын, сонымен қоса сор төмпені қанмен қамтамасыз етеді, және көру қиылысын көріп тұрғанымыздай хиазма оптикусты қанмен қамтамасыз етеді, және гипоталамус пен таламусты, сонымен қоса құйрықты денені қанмен қамтамасыз етеді. Ал алдыңғы милық артерия, артерия церебри антериорис бізде сүйелді денені қанмен қамтамасыз етеді. Негізгі мына ми жарты шарының төбе және маңдай үлестерін қанмен қамтамасыз етіп, сонымен қоса иіс сезу миын да қанмен қамтамасыз етеді екен. Ал ортаңғы милық артерия, ол бізде аралшықты қанмен қамтамасыз етеді. Бұл бізде мына көріп отқанымыздай латеральды жүрге, сукус латералис арқылы мынау төбе үлесін, самай үлесін, сонымен қоса маңдай үлестерін де қанмен қамтамасыз етеді. Және аралшықты қанмен қамтамасыз етіп, алдыңғы және артқы милық артерияларымен анастомоз құрайды. Мына жерден анық көрсек болады. Артерия церебри антериор сүйелді дене арқылы өтіп, фиссура лонгитудиналис арқылы артерия церебри постериормен қалай анастомоз құраған. Мына жерде ішкі ұйқы артериясының тармағы артерия хороидия антериор, алдыңғы бүрлі артерия мен артерия вертебралисінің тармағы артқы бүрлі артериялар қалайша тамырлы өрімді түзетінін көре аламыз. Плексус хороидиусты, яғни бүйір қарыншада. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетеміз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.